Балалық шақтың дәмін еске түсіретін дәл буфеттегідей жұмсақ әрі дәмді болып шығатын коржиктарды үй жағдайында жасайтын боламыз. Құрамы мен жасау жолы өте оңай. Үйдегі балапандарыңызға жасап беріңіздер, және де бала күндеріңізде буфеттен қанша теңгеге сатып алатын едіңіздер, комментарийге астына қалдыра кетіңіздер. Ең алдымен айранымызға ас содасын салып, жақсылап араластырып, көпіртіп алатын боламыз. Айранымыздың процесі дәл осылай көтерілу керек, және де осының үстіне сұйық майымыз бен қантымызды салып, жақсылап қантымыз ерігенше араластыратын боламыз. Дайын болған массаның үстіне ұнымыз бен қопсытқышымызды салып, араластырып, қолымыздың көмегімен жұп-жұмсақ етіп қамырымызды илеп алатын боламыз. Біздің қамырымыз дәл осындай қолға жабыспайтындай жұмсақтықта болу керек. Дайын болған қамырды ұнымызды жақсылап сеуіп, 1,5 сантиметрдей етіп жайып, кез келген формада дәл осылай кесіп алсаңыздар болады. Бетіне қалаған жұмыртқаңызды немесе дәл осылай айранды жағып қойсаңыздар да болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 15